Present simple of to be, affirmative form. To be көмекші етістігі үшке бөлінеді. Am, is, are. Pronouns plus to be есімдіктер қосу to be көмекші етістігі. Am көмекші етістігі I есімдігімен қолданылады. Is, he, she, it есімдіктерімен are, we, they, you есімдіктерімен қолданылады. Singular form of noun plus is. Зат есімнің жекеше түрі қосылған is көмекші етістігі. Мысалы, the cat is, my father is, our house is, his child is, the ski is. Яғни бұл жерде зат есімдер жекеше түрде тұр. Plural form of noun plus a. Зат есімнің көпше түрі қосылған a көмекші етістігі. Мысалы, the cats are, my father and mother are, our houses are, his children are, the skis are, you and I are. About myself, өзім туралы, this is me, мынау мен, a wonderful daughter, woman and a mother, әдемі, қыз, әйел және ана. I'm Mary, мен Maryмін. My surname is Lopez, менің тегім Lopez. Аты жөнінді айтқанда to be көмекші етістігін қолданасың. Am, is. I'm 25, мен 25-темін. I'm married, мен тұрмыстамын. Өзінің жасында және отбасылық жағдайында айтқан кезде to be көмекші етістігі am'ді қолданасың. I am from Canada, мен Канададанмын. I am Canadian, мен канадалықпын. I'm a doctor, мен дәрігермін. I am smart and beautiful, мен ақылды және әдемімін. Мамандығында айтқан кезде to be етістігін қолданасың. Өзіңді сипаттағанда сын есімнің алдында to be етістігін қолданасың. I'm at home now, мен қазір үйдемін. I'm interested in art, my hobby is drawing. Мен өнерге қызығамын, менің хоббиім сурет салу. Орналасқан жерін мен хоббиін туралы айтқанда to be етістігін қолданасың. My husband's name is John. Менің жолдасымның есімі Джон. He is smart and strong. Ол ақылды және мықты. Басқа бір адамның есімі туралы айтқан кезде is көмекші етістігін қолданасың. His hair is short but curly. Оның шашы қысқа, бірақ бұйра. He is a good father. Ол жақсы әке. Our children are little. Біздің балаларымыз кішкентай. Their names are Jackson and Lily. Олардың есімдері Jackson және Lily. Children көпше түрде болғандықтан a көмекші етістігін қолданамыз. Jackson is 5 years old, Lily is 4. Jackson 5 жаста, Lily 4 жаста. Әр баланың жасын жеке-жеке айтсақ, is көмекші етістігін қолданамыз. They are clever, олар ақылды. They are interested in art too, олар да өнерге қызығады. They есімдігімен a көмекші етістігін қолданамыз. Jackson's favorite sport is basketball. Jacksonның сүйікті спорты баскетбол. Lily's favorite sport is swimming. Лилидің сүйікті спорты жүзу. This is my children's parrot. Мынау менің балаларымның тоты құсы. Its name is Tutu. Оның есімі Tutu. Жануар туралы айтқан кезде is көмекші етістігін қолданамыз. It is from Australia. Ол Австралиядан. It is a clever parrot. Ол ақылды тоты құс. Жануарларға it есімдігін қолданамыз. It is. We are a friendly family. Біз тату отбасымыз. Oh, it is 8 o'clock.
сағат 8 болыпты ғой. Біз дегенде көмекші етістігін қолданамыз. We are. Сағатты айтқанда it is. The end. Сонымен болды. It's time to go to work. Жұмысқа баратын уақыт болды. Bye-bye. Сау бол. Don't use verbs. Етістіктерді қолданба. Былай деп айтпа. I am watch, I am laugh, he is read, we are write. Present simple of to be да етістік қолданылмайды. Тек қана зат есім.